Ассаляму алейкум қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін вупипай пирожныйын дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біріншіден сармай мен шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз. Онда електен өткізіп алдым. Енді ұн қопсытқышпен какаоны електен өткізіп аламыз. Жұмыртқаға қант салып, 1-2 есеге ұлғайғанша миксерлейміз. Мінеки массамыз дайын. Енді үстіне шоколадты құйып, тағы да кішкене миксерлейтін боламыз. Шоколадты ертіп алғаннан кейін 30-40 секундқа салқындатып аламыз. Құрғақ массаны 2 бөлікке сала отырып, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Масса дайын болғанда, мен кондитерлік пакетке насатканы салып, үстіне массаны құйып, жарты сағатқа мұздатқышқа қойып аламын. Сонда формасын құйғанда жақсы ұстайды. Неге массамыз дайын болды? Массаны жарты сағатқа қойып алдым мұздатқышқа. Енді осылай дөңгелек етіп құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градусқа 7-8 минутта пісіріп аламыз. Пирожныйлар пісіп дайын болды. Салқындағанша енді кремін жасайтын боламыз. Мұнда творожный сыр. Творожный сырдың үстіне қант ұнтақты саламыз. Қантты ұнтақ болмаған жағдайда қанттың өзін қолдансаңыздар да болады. Енді жақсылап миксерлейміз. Кремге қолданатын сливки, творожный сыр міндетті түрде мұздатқышта тұрған болуы керек. Үстіне сливкиді құйып, крем қоюланып формасын ұстағанша жақсылап миксерлеп аламыз. Крем дайын болды. Енді пирожныйларымызды жинаймыз. Мен кондитерлік осындай қағаздарды қолданамын. Сіздер қолданбасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша. Мендегі насатка осындай. Пирожныйлар воздушный, керемет болып пісті. Енді кондитерлік қағаздың үстіне қойып, бетіне крем құйып шығамын. Менде мұнда ганаш, екінші пирожныйды алып, ганашқа салып аламыз.
Енді кремнің үстіне қоямын. Мінекей пирожный осылай шықты. Қалған пирожныйлардың барлығын осылай жасап шығамыз. Пирожныйлар дайын болды. Мен осылай кішкенеден крем құйып шығып, үстіне конфеттер қойып шығатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Вупи-пай пирожныйлар өте керемет шықты қыздар. Үйде жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, еш қиындығы жоқ. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын қыздар.